Жоғарғы оқу орнының жалған дипломы жарнама сайтында саудалануда. Бұл фактіні Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі анықтаған. Білімсіз берілер дипломның құны қанша? Ақшаға құныққан алаяқтар тағы қандай заңсыз қызмет түрлерін ұсынуда. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мамандары жарнама сайттарын бақылап отырғанда дипломды саудалаушыларға куә болған. Мамандар диплом іздеген жан ретінде сатушымен сөйлесіп, мән-жайды біліпті. Да, цена 600 тысяч, да? Да. Но это еще узнавать надо будет предварительно. Ну, еще может быть больше, да? Не больше вообще. Сможем сделать или не сможем? Потому что тут тоже день нормальный, день. То закроем что-нибудь еще. Жоғарғы оқу орнының дипломын жарнама сайтында оңай саудаға салған сатушы тіркелген толыққанды дипломды 600 мыңға, ал базаға тіркелмеген бірақ мөрімен қол қойылған дипломды 280 мың теңгеге бағалапты. Он нам обещал диплом именно с оригиналом. Ол бізге дипломды түп нұсқасымен және проводкасымен алып беремін деп уәде берді. Сондай-ақ базада тіркелмеген бірақ мөрімен қол қойылған дипломды да береміз деп уәде берді. Дегенмен ол бұл диплом толықтай заңды деп түсіндірді. Заңсыз диплом сатылған фактін анықтаған мамандар бұл мәліметті ішкі істер органына өткізген. Арайлым Сатыбалдықызы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5 арна.